Ассалаумағалейкум достар, армысыз қазақ елі, Шымкент Фишинг YouTube арнасы. Бүгін бізде қонақта Мешта Рибака командасы. Ассалаумағалейкум, қош келдіңіз. Өзіңізді таныстырып, және осы салада қанша уақытта айналысасыз, сол жайында айта кетсеңіз. Ассалаумағалейкум ағайындар. Бүгін Құдай қаласа Шымкент қаласына келдік. Түркістан қаласынан Мешта Рибака деген команданы представлять етіп келдік. Біз бұл карп-фишинг саласында өте жас командамыз. 2023 жылы бастағанбыз. Ерназаев Алтай ағамызға үлкен алғысымызды білдіреміз. Көпшіліктің басын қосып, осы кастингті ұйымдастырған үшін үлкен рахмет. Жігіттерге айтатынымыз бәріне сәттілік, үлкен орындардан, биік орындардан көріне берсін. Жақсы достар, арнамыздан алыстамаңыздар, біз тағы да 50 шақты командаға баратын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Ассалаумағалейкум жігіттер, армысыз қазақ елі. Алматының қаласынан келген қонақтарымыз. Ассалаумағалейкум ағалар, қалдарыңыз қалай, сұхбат беріп жіберсеңіздер, қайдан келдіңіздер? Ассалаумағалейкум. Бір сұхбат беріп жіберсеңіз. Шымкент Фишинг YouTube арнасы. Гримеры, свет! Давай. Қанша уақыттан бері осы саладасыз? Бұл жастарға берер тәрбиесі деген сияқты. Біз енді таныстырып өтейік өзімізді. Есім Мақсат Сералы, Алматы қаласынан келіп отырық. Жетісу карп клубының председателі дейді, басқарып келе жатырмыз. Қазір клубымызбен келіп отырық. 7 адам болып, осы арнайы Алтекендер ұйымдастырып жатқаннан кейін оңтүстіктің жігіттеріне бір демеу болсын, региондардан да, аймақтардан да келсін деп болса келіп отырып. Карп-фишингте жалпы командамызды орта есеппен 3 жылдың төңірегінде жүр. Алдыңғы жылдарда кастингке де қатыстық, жүлделі орындардан болдық. Осы енді ең негізгі көздеген мақсатымыз бұл карп-фишингті Қазақстан Республикасында насихаттау. Бұл карп-фишинг деген тек қана балықты ұстап жіберу емес, бұл қазіргі таңдағы өмір сүру стилі болып кетті ғой. Ол тек қана жаңағыдай табиғатқа деген қамқорлық емес, бұл жалпы адамға деген қамқорлық, өзіне деген қамқорлық, жанындағы адамдарға деген қамқорлық. Сондықтан карп-фишингпен қазір айналысып келе жатырмыз. Бірнеше турнирларға қатыстық, жүлделі орындардан болып жатырмыз. Енді қанжығамыз байланып жатыр. Енді осы командамыздың санын көбейтіп, биылдан бастап, одан кейін арнайы осы Қазақстан Республикасында енді алғаш рет жасап жатырмық. Намат бойлыс деген бойлы шығарып жатырмық. Қазіргі таңда осы бірінші партиясы енді ала берсе бір аптада, 2 аптада дайын болады. Енді бұл Қазақстанда шықпаған. Енді осы бағытты біз дамытып жатырмыз. Ары қарай дамытуға үлесімізді қосамыз. Аймақта болсын, Алматыда болсын турнирларға қатысып, биыл енді өздеріңіз білесіздер, Қазақстан Республикасының чемпионаты Шардара су қоймасында өтеді. Ол жерге біз орта есеппен командалық жарыс болады. Оған да қатты дайындалып жатырмық қазіргі таңда. Соның алдында мынау дайындықты нысандық кеттік. Одан кейін мен өзім жеке биыл ұлттық құрамадамын. Биыл әлем чемпионаты болады. Әлем чемпионаты қазіргі таңда Хорватия мемлекетінде болады. Европада, ОЕХ-да дайындалып жатырмық. Біздің құрама өте биыл енді күшті. Өйткені алысқа лақтыратын да бар. Анау білім игергенде, техника игергенде барлығы бар. Соған жаппай дайындық басталып жатыр. Сол дайындық нысан ретінде осы қазір кастингқа келіп жатырмық. Өзіміздің сезон басталып жатыр ғой, маусым басталып жатыр. Соның алдында деңгейіміз қандай, не қосу керек? Өйткені карп-фишингте бұл алысқа лақтыру белгілі бір деңгейде команда үшін артықшылық береді. Артықшылық береді, өйткені сен жаңағыдай бір линияда тұрып қалсаң бәсекелестермен кім алысырақ лақтырады, сол балықты сәйкесінше көбірек ұстайды. Сондықтан бұл арнайы спорттың түрі, бұл кастинг деп аталады. Арнайы спорттың түрі, бұл жаңағыдай карп-фишингте балық ұстау бөлек болатын болса, кастинг ол бөлек ол. Бұл спорттық дисциплина бұл есептелінеді. Европа мемлекеттерінде әлем рекорды бар, қателеспесем 240-тың төңірегінде. Енді биыл Қазақстандағы қазіргі таңдағы рекорд 202 метр. Оны жаңа Абдуллаев Рустам бауырымыз рекорд орнатқан болатын өткен жылы. Оның алдыңғы жылы 197 болатын, оны мен орнатқан болатын.
Енді жылдан жылға өстіп деңгей өсіп келе жатыр. Ары қарай өсе берсін. Қазағымның ішіндегі мынау балыққа әуесқой спортсмендердің саны көбейе берсін. Тек қана балықты біз ойлауымыз керек қой, балықты ұстау емес, оны ары қарай келешек ұрпаққа да жеткізе алуымыз керек. Өйткені жаңағыда бізде Қазақстанда мысалы трофей балықтардың саны аз. Мысалы Европа, Ресейде мынау водоемдарды алып қарайтын болсақ, балықтың орташа салмағы 5 килограмм, 7 килограмм, 25 килограммға дейін қазір үлкен нелер жетіп жатыр салмақтар. А бізде ондай жоқ. Өйткені не үшін? Өйткені жаңағыда бізде де болса балықты ұстап кету, қыру, жаңағыдай браконьерлік жолдармен балық ұстау деген секілді мәселелер бар. Сондықтан ол балық өсіп үлгермейді. Сондықтан біз болашаққа, келешекке бір өнеге ретінде қалдыруымыз керек деп ойлаймын. Бұл балықты жоймай, оның жаңағыдай спорттық дисциплинаға аударып, содан спорт жасап, табиғатқа былай айтқан кезде жанашыр көзбен қарауымыз керек деп ойлаймын. Рахмет. Жүрмеңдер, Лобик. Ориентир позициясын көріңіз. Ориентирді аяқтан ұстап өлмаңдар. Получается, чтобы исключить. Көке, анау натяк беріп тұрмасаңыз. Білмедім? О, жазылып тұр бірақ. Арбасында. Барлығы қалып отыр өзі. Бірақ бізде Дамир әлі алды. Нормальный? 165. 150, енді 165. Байрақ кетті жүрі? Значит, 180-ге барады екен бұл, ана анализменше 0.23 пен 0.28. Еще 135 салып үлкен жарыста. Нормально. Жақсы. Тек ассалаумағалейкум достар, армысыз қазақ елі, жарысымыз командаларды орындарына жайғасып жатырмыз. Қазір Алла қаласа жігіттерімізге сәттілік тілеп бастайтын боламыз. Бәріміз бірге аяқтаймыз. Ешкім ерте кетпейді. Ешкім бұл жерде бір-бірімізге құрмет көрсетейік. Жігіттер, бұл бірінші емес, соңғы емес. Алда талай жарыстарымыз бар. Осыған үйренейік. Бұл этика, жігіттер, бұл біздің этика. Каждыйымыздың этикамыз. Бір-бірімізді сыйлайық. До конца қалып, награждение болып, официально бітеді. Біткеннен кейін бәріміз уже тарқаймыз. Ал. Құрметті спортсмендер, құрметті кастингке қатысушылар және қонақтар, демеушілер, сіздерге үлкен алғыс. Біріншіден біздің қалай біз жарияладық, соған сразу келіп, тіркеліп, қатысамыз деп ниет білдіргендеріңізге үлкен рахмет. Және де бүгін мен өзім риза болғаным, 50 адам шектеу қойдық, 50 адам сразу толды, 50 адам толық қатысып отыр. Рахмет сіздерге үлкен. Ал жігіттер білесіңдер, бұны күннен бері күттік, дайындалдық, барлықтарыңыз. Енді ауа райы енді біздің қолымызда емес, осы күнге қойдық. Енді ол біздің қолымызда емес енді. Не болса да бүгін енді жігіттер кеш бастасақ та, бірақ бүгін демалыңыздар,
барынша салыңыздар, бар күшіңізді салыңыздар, бар өнерді көрсетіңіздер. Бәріміз сіз біздесіп, күліп, ендігі жарыстарға қалай айтсам екен, барға келейік та бірімізге да. Құшақ жайып та, достойно келіп бірімізге. Ал сәл енді қобалжып отырмын, енді бірінші рет болып отыр ғой, енді бұнда жарыста бір алдада тұрып отырмын, 50 адамның алдында. Жігіттер, енді официально бұл жер толық бәрі жиналды, бәрі келді. Енді ереже бойынша негізі бәріміз білеміз ереже, бірақ сонда да бір қайталап кетейін. Бізде 2 сектор бөлінген, А және Б секторы. Бізде 50 қатысушы болғаннан кейін 25-25-тен бөлдік. Әр лақтырған кезде 5 спортсменнен лақтырады. 2 секторде бірдей бастап, бірдей аяқтайды. Так, ендігі ереже. Коридор 30 метр. 30 метрден сыртқа шыққанда есептелмейді. Так, 3 заброс беріледі. 3 забростың 2 жақсы забросы есепке алынады. Өшір. Есепке алынады. Және де есептеу бал бойынша сол 2 забросын қосып, ортақ саны сол бал болып есептеледі. Средний бал болып есептеледі. Так, бізде номинация 1-ші, 2-ші, 3-ші орын және ең алыс лақтырған орын бар. 4 номинация бар. Так, жігіттер, егер заброс кезде нақты линия бар, сол линиядан заступ болған кезде саналмайды. Сектордан өткен кезде саналмайды, жігіттер. Кейін не бойынша шақырамыз, регламент бойынша шақырамыз, список бойынша. Список бойынша егерде лақтырмаған болса, сол несі күйеді, лақтырсы күйеді. Жігіттер, имейте в виду. Так, өрінмен ешкім ауыспайды. Список бойынша кім бар, солар шығады, солар лақтырады. Және де грузымызды, қорғасымыз үзілген жағдайда, барада болған жағдайда, бір рет перезабросқа рұқсат. Бірақ сол перезаброс уақытысы келесі командамен 6-шы болып лақтырады. Болды, қалған ережені бәрі білеміз, жігіттер. Этиканы сақтаймыз, және де спортивный нені көрсетейік өзімізде. Бұл жерде бізде бүкіл Қазақстан аңдап отыр, бүкіл Қазақстан қарап отыр. Не болады екен деп Түркістан облысында. И біз сол үшін көп нәрсе істедік, байқағандай организация моменттерді көп нәрсені қосып жатырмыз, істеп жатырмыз. Ал жігіттер, іске Мәтел, бір сөз өзіңізді ашып. Как раз мен орысшалап айта берейін. Қазақша түсінбейтіндер де бар, азды түсінбейтіндер бар. Приветствую всех участников кастинг-турнира от лица Федерации. Очень рад видеть гостей с Алматы, с Тараса, с Туркестана, с Арыс, наших родных чемкенских. Всем фарта огромного, попутного ветра, ну или как там у вас, костюмеров. Давайте, пусть победит сильнейший. Так, жігіттер, Қазақстан Республикасының гимні.
сол қанат. Сектор A'da 1-ден 25-ші нөмірге дейін спортсмендер. Сектор B'da 26-дан 50-ші спортсменге дейін. Соған қарап, екі жақ қарай бөлініп не аласыздар. Так, екі жақта судья болады. Bir жағында судья. Бізді Мәке, сектор А. Мәке сектор А, мен сектор Б'да. Абат. Бәріміз доңға алып кетті ғой. Танкер ар жаққа кетіп. Бәле, тура лентада жатыр ма? Мен ойлаймын осы. 157 ровно. Так, Билал 100 57 0. 57 00. Кім та? Дайым шығып кеттің ба? Шығарма. Это уже 160, да? 160. Кім бұл? Ерік па? 161, 31. 31. Ну еще попал. Давай, ұрш. Рекорд егем көйдің бүгінгі опаты. Байқа алдындасың. Тек сіз кім ол? Неғап шығып кетті? Салабар басқа готовить. Мәке, тоқтаңыздар. Атабек, сәл тоқтаңыздар. Вот мұш.
1 minut. Ne minut? İşe kiremez. Kamal Tartas. Kamal, Lazat. Жүз жиырмадан алып тастады бұны. 100, кейін 5, 95, одан кейін 94-90. 149'da 20 болады. 149'da 20. Şehri koy dürüst mü? 149. Fidekar. 149'da 20 dürüst mü? 180. Ulan ver 180 abi. Max Alstal. Кто? Рустам, это ты? Да. Сейчас. Тяжелый его, ортасына вы. Верхняя точка. 383. Так, сколько здесь? 100, 183'te 180, 383. 3, 83. Рус. Женя, Так, не бери. Не бери. Сейчас, стоп. Верхняя точка. Тура, мынаны тұсына қойсай. Попали они, да? Жандос, мынаны тұсына қойсай. тура қой. 187, Стоп. 45. Так, это кто, Женя? Сколько? 187, 45. 187. 45 же там? Крайняя точка. Ну 45-46. 45, да. Сколько? 45? Маки 45. сколько? Сейчас маки пойдем. Все можно вытащить? Да. Асық? Асық şu. Асық yok şu. Ложки есть? Алып кетеміз ал. Первый пятерку тест чего? Так, хорошо передадим. Так, енді жігіттер, бұл жерде мен атап тез айтып жіберейін. Бірінші, ең көріп отырсыңдар, біздің намат деген специальный өзіміздің жаңағы статуэткамыз, бұны арнайы жасаттық. Және де бірінші марапат. Біздің мына Карфишинг Қазақстан Республикасы спорттық балық аулаудың дамуына үлес қосқаны үшін Арқабаев Нұрлан Туралиевич, ол кісіні барлықтарыңыз білесіздер, Сарыағаштағы Алтын балық магазиндік Сарыағашты Карповый клубтың төрағасы Арқабаев Нұрлан ағамызға. Оның қазір першінің жол келді, жаңа асын соқ кетті. Так, екінші, бізді Қазақстан Республикасының спорттық балық аулау және карфишинг спорт түрінің дамуына қосқан үлесіңіз үшін намат атағымен марапаттаймыз. Олег Пенсунович. Дядя Олег, вы заслужили это. Вечером Айжарыки обмывать будем. Поздравляю вас. Всех приглашает Айжарык вечером. Жігіттер, бұл атақ, бұл мәңгілікке қалады сіздермен бірге. Бұған ие болғанмен мәңгілік қалады намат деген атағы. Келесі, Қазақстан Республикасының спорттық балық аулау және карфишинг спорт түрінің дамуына
қосқан үлесіңіз үшін намат атағымен марапаттаймыз. Шеркетбаев Марат Рашатханович. Жігіттер, бәріміз білеміз, Мәкен үлесі көп. Магазині бар, магазинінде заттары бар. Барған кезде барлығын айтып, ерінбей түсіндіріп, кофешинг дегеніміз не, спорт дегеніміз не, қалай істеу керек, не істеу керек. Өзі сол бізбен бірге жарыспен барысы келіп тұрады ма жерде, сөйтіп айтып тұрады да. Мәке, рахмет сізге, үлкен үлес қостыңыз. Осы спортсмендердің барлығы үшін сізге мың алғыс. Және де статуэтка, Мәке. Мына сөздерден кейін қарызды кешіріп жіберсеңіз болады ғой. Біз бағалаймыз, Мәке. Бұл кісілер ақсақалдар, жігіттер, біздің кофешингтің ақсақалдары бұл кісілер. Керемет. Келесі. Қазақстан Республикасы спортты балық аулау және кофешинг спорт түрінің дамуына қосқан үлесіңіз үшін намат атағымен марапаттаймыз. Саитов Равшан Рахимбердиевич. Бұл кісі өзі Өзбекстанда, бұл кісі келе алмады. Бәріміз білеміз, Равшан ағамын бәріміз білеміз, ол кісінің бізге үйреткені, қаншама шәкіртіне алғаны. Және де именно осы кастингте ең алысқа лақтыратын осы кісі. Осы кісіні негізі даже осы кісінің артынан бір турнир қылып жүрсек те болады негізі, да? Кейін өлген соң істейміз ол. Равшан ағамызға беріп жібереміз, жігіттер. Келесі. Жігіттер, келесі. Енді біздің арамызда спорттан бөлек және де параллельно бізде именно федерацияға үлес қосып жүрген, артында жүгіріп жүрген, демеу болып жүрген жігіттер бар, соларға марапаттаймыз. Қазақстан Республикасының спорттық балық аулаудың дамуына үлес қосқаныңызға және табиғатқа жанашырлық танытқаныңыз үшін намат атағымен марапаттаймыз. Ергешев Ізет Санатуллаевич. Ізетті бәріміз білеміз, жігіттер, Шардарадағы Ізет. Өзі Рыбаки кезеттің админі. Сол жігітке беріп жатыр. Бұл жігіт Шардарада бір өзі браконьерлерге қарсы күресіп отыр, жігіттер. Біз бәріміз осы жерде болсақ, ол бір өзі сол жерде браконьерлермен күресіп отыр. Сол жігітке, жігіттер. Және де арамызда ерекше бір жігітіне табиғатқа жанашырлық танытқаныңыз үшін намат атағымен марапаттаймыз. Мусаханов Дархан Шарханович. Жігіттер, бәріміз білеміз. Дәкенің кофешингке, спортқа, балыққа және де өзіміздің адами бір-бірімен араласып, бәріміз басын қосып жүргенге және де Сазан Шым админі, ол Инстаграм және WhatsApp'та бұл кісі енді действительно достойный. Дәке, достойный. Дәке, намат деп жүреміз енді. Мен қарыз беру керек. Так, жігіттер, арамызда білесіңдер, көбісі кофешингпен және кофешингтен бөлек бізде де басқа спорт түрі бар. Қазақстан Республикасының спорттық балық аулау және спиннинг спорт түрінің дамуына қосқан үлесіңіз үшін намат атағымен марапаттаймыз. Сейтбеков Алибек Султанбекович. Али. Жігіттер, спиннингті дамытқан тек осы жігіт Алибек. Молодец. Алибек красавчик. Бұл жігіт эндемий барып, өзінің қасына адамдардың балдарды алып, үйретіп, сөйтіп жүрген жігіт. Осы жердің атаманы осы батамның атаманы. Бүгін әдем кейін кепті, білген ғой. Енді және де жігіттер, жалғыз мына Түркістан облысы емес, барша бүкіл Қазақстан Республикасы бойынша өзінің үлесін көп қосып атқан жігіттер бар. Соларды атап өтсек, Қазақстан Республикасының спорттық балық аулау және кофешинг спорт түрінің дамуына қосқан үлесіңіз үшін намат атағымен марапаттаймыз. Сералы Мақсат. Жігіттер, Мақсатты бәріміз білеміз. Достойн. Мәке, жалғыз не демес, бүкіл Алматы бойынша дамытып жатыр жігіттер. Осы жігітке қарап көбісіміз негізі сабақ алатымыз әлі де. Мәке, рахмет, келгеніңізге рахмет. Келіңіз үшін намат атағымен марапаттаймыз. Көшенбаев Нұрлан Мұратұлы. Нұреке, бұл жігіттер эндемий қанша бізде жарыс бар, қанша не бар, бәріне демеу болып, ерінбей келіп,
бәріне атсалысып, біздің барлық түріне активно көрсетіп жүрген жігіттің бірі. Жігіттер, Мәке, достойсыз. Қазақстан Республикасының спорттық балық аулауды спорттық дүкеніңіз арқылы үлес қосқаныңызға және кәсіби операторлық қасиеттеріңізді ескере намат атағымен марапаттаймыз. Тен Азамат Николаевич, мастер-кар тағы Азамат. Мәке, мен сізден беріп жіберейін, Азаматқа беріші ерекше. Өткені бұл жігіттің атынан біз бәріміз заттарымызды алып жатырмыз, түгелдеп жатырмыз. Мынау 21 ғасырда соңғы заттардың бәрі солардан алып алдыға келе жатырмыз. Ешіңізге қалмай. Таке, передайте. Обязательно. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Менің есімім Тұрдалиев Ақберді. Және мен бүгінгі кастингке қатысушымын. Бүгінгі біздің алға қойған мақсат осы спорт түрін дамыту және осы спортқа өзіміз сияқты жастарды баулу. Жарысқа қатысушылардың бәріне сәттілік, жеңіс күндеріміз көп болсын. Всем здравствуйте. Меня зовут Ермаков Евгений. Я являюсь старшим тренером Туркестанской области по карфишингу. Сегодня здесь намечается кастинг 2024. Целью кастинга является побить рекорд Казахстана 202 метра 70 сантиметров, насколько я помню. Мы будем стараться выполнить эту задачу. Конечно, все зависит от погоды. И удачи! Ассалаумағалейкум. Мен Атаханов Асадулла, Түркістан қаласы Мечта Рыбака команданың капитаны. Бүгінгі кастингке қатысуымыз себебі үлкен опыт жинау. Бірінші мақсатта, екінші мақсатта бір картфишингте жүрген балық сүйер қауымдағы жігіттермен танысу. Не деп айтсақ болады, Ерназаров Алтай ағамызға үлкен рахмет айтамыз, алғысымызды айтамыз. Осында көпшіліктің басын қосып кастинг ұйымдастырған үшін федерацияға рахмет. Жігіттерге сәттілік тілейміз бүгінгі жарыста. Всем ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Менің есімім Шырмат болады. Түркістан қаласынан келіп отырдық. Түркістан қаласынан Тұран командасының атынан қатысып отырмыз. Бүгін Құдай қаласа керемет іс-шара болып отыр. Спорттық балық аулау федерациясы ұйымдастыруымен. Құдай қаласа осы жарыста белсенді қатысамыз деп ойлаймыз. Мақсатымыз жүлделі орындарды алу. Құдай қаласа барша қатысушыларға сәттілік тілейміз, өзімізге жеңіс. Рахмет. Есімім Мақсат Сералы. Алматы қаласынан келіп отырық. Жетісу карп клуб, өзіміздің арнайы клубымыз бар, карфишингпен айналысатын азаматтардың. Сол клубтың төрағасымын. Негізгі келіп отырған мақсатымыз осы кастингке карфишингті насихаттау, спортты насихаттау. Жалпы бұндай карфишингтің кастинг деген арнайы өзінің дисциплинасының бар екендігін елге көрсету. Және мынау Алтай бауырымыз осы Шымкент қаласында ұйымдастырып отыр. Сол қазақилықты білдіріп, жаңа қолдап, қоштап келіп отырмыз. Қазір таңда біз Алматы қаласында өзіміздің клубта 20-ға жуық спортсменіміз бар. Алматы қаласынан қазіргі бұл жарысқа 7 азамат келіп отыр. Бұл яғни карфишингті енді өздеріңіз білесіздер, қашықтыққа қармақпен ұзаққа лақтыру болып есептелінеді. Өзім жеке бұл жарыста 5-ші жарысым болып есептелінеді. Алғашқы 3 жарыста 1-ші орын алғам, 4-ші жарыста 2-ші орын алдым. Қазір таңдағы Қазақстан Республикасының рекорды бұл осы Шымкент қаласының тумасы Рустам бауырымызға тиесілі. Бұл қазір таңда 202 метр. Жалпы әлем бойынша қазір таңда 240 метрден жоғары бұл кастингтағы қашықтыққа лақтыруда. Бұл арнайы карфишингтегі бір бағыт деп айтсақ болады. Өйткені қашықтыққа лақтыру қазір таңдағы заманауи спорттағы карфишингтағы өте маңызды бір бөлігі болып есептелінеді. Не үшін? Өйткені біз спортсмендердің барлығы жағажайға тұрған кезде бір линияға тұрамыз. Сол кезде кім қармақты алысқа лақтыра алады, соның сәйкесінше шансы көбейеді жаңағы балықты көп ұстауға. Сондықтан бұл спортты біз дамытуымыз керек. Енді бұл жерде
жалпы айтатын болсақ, Қазақстандағы карфишингтің деңгейі жылдан жылға өсіп келе жатыр, дамып келе жатыр. Оны осы арнайы осы мынау кастинг жарысынан да байқауға болады. 50-ге жуық азамат қатысып отыр. Және де оңтүстік Қазақстаннан, Түркістан, Шымкент, Қызылорда қалаларынан командаларында саны артып келе жатыр. Алматыда да өсіп келе жатыр бірте-бірте. Команда өскен сайын сәйкесінше бәсекелестік пайда болады. А бәсекелестік бар жерде сапа болады. Одан кейінгі біздің арнайы мен қазақтанда Қазақстан Республикасының ұлттық құрамасындамын. Бұл жерде мен биыл әлем чемпионаты өтеді. 2024 жылғы бұл Хорватия мемлекетінде өтеді. Соған біз қатысамыз. Қазақстаннан 3 команда қатысып отыр. Жаңағыдай өзіміздің тренеріміз бар ұлттық құраманың. Сол бірге барып сол жарысқа қатысамыз. Енді көздеген мақсатымыз әрине Қазақстандағы алғашқы әлем чемпионын шығару. Осыған біз ұмтыламыз. Одан кейінгі біз білесіздер, қазіргі таңда мынау Шымкент қаласында, соның ішінде мынау Шардара су қоймасында биыл Қазақстан Республикасының чемпионаты өтеді. Бұл чемпионатқа біз Алматы қаласынан да командалар дайындап жатыр. Клубтың ішінде де өзіміз командаларды белсенді дамытып, осы чемпионат республикасына алып келеміз. Чемпионаттан өткен азаматтар ары қарай сәйкесінше әлем чемпионаты болады. Сондықтан Қазақстанда карфишинг дами берсін, жасай берсін. Осындай ұйымдастыруды жасап жатқан азаматтар шаршамасын, бірігіп, бәріміз осы ортақ бір мүддеге карфишингтің атын шығарайық. Рахмет. Ассалаумағалейкум, балық сүйер қауым. Менің есімім Досыбаев Нұртаза Беркінбекұлы болады. 13 сәуір күні 2024 жылы Бадам су қоймасында федерацияның, Алтай Мырзаның федерациясының бастығының ұйымдастыруымен жарыс өтіп жатыр, кастинг. Сол орайда Сазаншым группасының админ ретінде команданы алып келіп отырық жарысқа. Жарысқа қатысушыларға сәттілік тілеймін. Жарысқа қатысу міндетіміз, басты міндетіміз мынау өзіміздің қаншалықты немізді сынауға келдік. Лақтыру шеберімізді шыңдауға, болашақта жарыстарда жүлделі орындар алуға. Сол бар қатысушыларға тек қана алға дейін барлық спортсмен жақсылық. Winner Fishing, ABC, Paradise Bites, Jewel Fishing, Мечта рыбака, Юкука, Алаш СКК, Карп Сигнал, Fishing Hiking, Big Fish Launcher. Деді жаңбырдың астында көп тұрмас үшін тезірек біз награждениемізді жасайық. Енді бұл жерде қатысқан 50 жігіттің ішінен 49 адам қатысты. 49 адам қатысты. Бүгінгі табиғаттың өзі барлық түрін көрсетті өзінен. Күн шықты, желде болды, алдынан да артынан да ұрды, жаңбыр да болды. Соған қарамастан барлықтарыңыз жақсы нәтиже көрсеттіңіздер. Енді бір атап өтіп кетсем. Так, 17-ші орын, ең соңғы бұғанда номинация бар айтпақшыдай, сол үшін біз айтып жатырмыз. 17-ші орын, Бимырза, Арзанбек, 17-ші орын. Так, 15-ші орын, Қалдаров Шалқан, 14-ші орын, Утегенов Бексейит, 13-ші орын, Адаханов Асадулла, 12-ші орын, Жұматаев Нұркен, 10-ші орын, Сәрсен Ерлан, 10-ші орын, Тұрдалиев Ақберді, 9-ші орын, Сабитов Ермек, 8-ші орын, Құралбай Арлан, 7-ші орын, Елеусизов Нұрбол, 6-ші орын, Алетча, 5-ші орын, Ашырбаев Бақыт,
4-ші орын Айтқұлов Бауыржан. Ал енді біздің үштікке кірген азаматтарымызды атап өтсек, жігіттер, Түркістаннан келген Ибадуллаев Бабур, Мечта Рибака, красавчик, молодец. Көрсеткен нәтижесі, екі лақтырсын қорытындысы 181 метр 68 сантиметр. Үшінші орын. Құттықтаймыз, молодец. Үшінші орынға тоқтатыңыздар. Үшінші орынға және біздің нелерімізден неміз бар. Так, 5000 теңге. Бұл кімнің атынан? Шәридың атынан. Және бізде үшінші орынға Мечта Рыбака дүкенінің атынан, Түркістандағы Асиптің атынан үшінші орынға. Тағы да бар. Жігіттер сарасы тұрмандар. Үшінші орынға Фиштай магазин атынан, үшінші орынға Әділдің атынан. Так, біріншісі. ПЗС мужской райдың атынан, магазин атынан үшінші орынға. Біраз заты бар ішінде, енді өзіңіз енді ішінің ақтарып көресіз енді. Негізі ашып көрсеткенде болатын еді, бірақ уақыттың тығызына қарай байланысты. Все, құтты болсын, Бауыр, красавчик, молодец. Так, медаль таптыңыз ғой, ағай, красавчик. Так, енді екінші орын. Так, екінші орын. Біздің ана жылғы рекордты қойған Абдуллаев Рустам. Абдуллаев Рустам. Көрсеткен нәтижесі 186 метр 92 сантиметр. Так, Рус. Магазин, Фиштай магазин атынан, Әділдің атынан, үшінші орынға, екінші орынға. Так, және... айтпақшыда, Бабур, можно? Бабур, енді бұл Мастер Фиш магазин атынан сертификат, Макеннің атынан сертификат үшінші орынға. Так, және де, Рустам, тебе тоже сертификат. Рус, Рус, это Софиядан, мужской райдан. И коробка. Все твое. Все твое. Стоп. И еще. Стоп, и еще. Стоп, и еще. И еще. Еще 5000 тенге. Все, Миша, Рыбакадан еще есть. Сейчас я тебе дам 5000. Разменяю, дам 5000. На Каспий. И за второе место от Мечта Рыбака Туркестаннан Асиптің атынан. Красно. Так, енді. Все, Рус, красавчик, давай, ждем от тебя рекорда. Так, теперь награждение. Первое место наш бірінші орынды алған Алматыдан келген Жетісу Кар командасынан Сералы Мақсат. Өзі орын көрсеткен Сералы Мақсат 190 метр 49 сантиметр. Ал Макен, сізге. Макен, көмектесеңіздер де болады, өткені қазір қол босамай деп тұр ғой. Сертификат, мастер Фиш атынан. Так, мынау Әділдің атынан. Так, мынау. Так, это у нас Мечта Рыбака атынан. Это за первое место.
мужской райдың магазины атынан подарок берілместі. Қазір оған не барды? Вот, қазір берем. Қазір жігіттер, баке, алысқа кетпеңіз, баке. Так, теперь у нас еще есть это. Так, бізде және ең үздік алысқа лақтырған 192 метр 95 сантиметрге лақтырған Сералы Мақсат. Рекорд турнирі. Көмекшілеріңіз бар ма еді? Так, және тағы да беретіні бар, Каспийге тастайды жігіттер рекордқа. Так, одан бөлек фишинг хантинг жігіттердің атынан тоже анесі бар, берешегі бар. Бірінші забросты ең ұзаққа лақтырғанға деп айтсаңыз. Красавчик. Так, енді жігіттер, бүгін арамызда тағы да бір батырымыз бар, геройымыз бар, ерекше. Бексейіт, сізді бола ма? Бексейіт, красавчик, молодец. Бүгін ерлік көрсетіп, ерлік танытып. Мынау енді біздің атымыздан саған ерекше. Красавчик, молодец. Жігіттер, бұл медалі бітпеді. Біздің неде Winner Fishing атынан, магазин атынан біздің Шардарадан келген ақсақалдарымыз бар. Екі ақсақалымыз бар. Келіңіздер, ақсақалдар. Осы турнирді көрейік. Жастардың қасына барып, көрейікші деп өнерін салып. Соның ішінде жақсы өнер көрсетті, между прочим. Ал ақсақалдар, сіздерге магазин атынан сыйлық. Ал соған қарамастан және арамыздағы ең жас рыбак бар, ең қатысушы араларында жүрген, сіздерге барлығын бейнеге түсіп жүрген оператор Нұрасылға тартуы қармақ магазин атынан осы аналар сияқты екі рыбак жаңа апып жүр. Ал жігіттер, осымен болды ғой деймін. Так, мынаны жігіттер, мынаны алып кетті бір-бірден. Және атаған жігіттердің сіздердің барлықтарыңызға тоже грамота бар. Грамотаны алып кетіңіздер. Енді сіздерді жаңбырдың астында қалдырмайын. Жігіттер, енді бір ауыз сөзді мен мәтіне айтайын, сонымен біз жабайық турнирімізді. Ал құрметті кастингерлар, результаттар өте жақсы болды. Енді ауа райы сәл нелетный погода болды, бірақ оған қарамағанда жақсы результаттар көрсетілді. Енді орысша айтқанда, есть к чему дальше стремиться. Ендігі жылда рекорд 200-ден асу керек. Соған тіресіз. Рахмет! Жігіттер, бірінші, екінші, үшінші орын алған жігіттер, түсіңдер. Ассалаумағалейкум ағайындар. Кастинг турнирі өте керемет өтті. Арамызда осы нәрсенің бәрін ұйымдастырып жүрген Ермазаев Алтай ағамызға Мечта Рыбака магазинінен бір сыйлығымыз бар еді ағайындар. Іліп қойса